Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз қарапайым 12 қасық пирогын жасаймыз. Ол үшін бізге 12 қасықтан ұн, қант, сұйық май, сүт, шымшым тұз және 3 жұмыртқа қажет. Одан басқа қопсытқыш пен ванилинді да қосамыз. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып, үстінен тұз және қантымызды салып араластырамыз. Осылай ағарғаннан кейін үстінен сүт және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Содан соң ұнымыздың үстіне қопсытқышқа салып, сұйық массамызға қосамыз. Ең ақырында хош иісті беретін ванилинді да салып араластырамыз. Осындай масса шығу керек. Жиырма диаметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Пешімізге 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Осындай үлпілдек болып шығады. Крем ретінде менде қолдың қаймағы мен қант. Пирогты екіге бөліп, кремімізді жағып аламыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Ас болсын.